Ассаламу алейкум. Бүгін осындай қарапайым десерт капкейки дайындаймыз. Менің балаларымның сүйіп жейтін жұмсақ тәттілерінің бірі. Негізі капкейки қарапайым торт немесе кекс дәміне де ұқсап кетеді. Алдымен менің каналыма жазылып алыңыз. Бөлме температурасындағы осындай жұмсақ сары май аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Барлық қажетті заттар бөлме температурасында болғаны дұрыс. Осыдан кейін 2 жұмыртқамыз саламыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Видеоның төменгі жағында барлық қажетті заттардың өлшемі жазылған. Төменде жазылған рецепттің мен жартысымен дайындап жатырмын. Міне осындай біркелкі масса болған кезде үстінен жылы сүт құямыз. Видео түсіру барысында менің сүт құйған жерім камераға түспей қалған екен. Ұмытпай осы уақытта жылы сүт құямыз. Електен өткізілген ұнның үстіне қамыр қопсытқышын қосып, жаңағы дайын болған массамыздың үстіне саламыз. Капкейк дайындауда мен әртүрлі рецепттер қолданамын әр кезде. Кейін тағы басқа рецепттермен бөлісетін боламын. Содан кейін миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Содан кейін кондитерлік мешокқа осы барлық қамырымызды салып аламыз. Сонда ыңғайлы болады. Егер кондитерлік мешок болмаса, үлкен ас қасықтың көмегімен де салсаңыздар болады. Қамырымызды салып алғаннан кейін осылай мешоктың бас жағын қиып тастаймыз. Егер капкейктеріңіз біркелкі әдемі болып шықсын десеңіз, осы таразыны қолданып жасасаңыздар болады. Бір капкейк капсуласына жобамен 36-38 грамм қамыр саламыз. Жобамен бір капкейктің өлшемін көріп алсаңыз, қалған көзмежемен осылай құйып шықсаңыз болады капсулаға. Бұл капкейктер өзімізге, яғни балаларға арнап дайындап жатырмын. Сондықтан біз бүгін кремсіз жасаймыз. Мен бетіне осылай әдемілік үшін қара қарақатты сеуіп шықтым. Жалпы капкейктің арасына қалауыңыз бойынша осылай қатырылған жидектерді қолдансаңыз болады. Немесе одан пюре жасап, ортасына начинка ретінде құюға да болады. Міне барлығын бетіне сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған, яғни алдын ала қыздырылған пеште осылай салып пісіріп аламыз. Капкейктеріміз міне осылай көтеріліп, әдемі болып піседі. Сәл суығаннан кейін осылай кішкене басылады. Міне капкейктеріміз дайын, осындай өте жұмсақ болып шығады. Бүгін мен балаларыма дайындағандықтан кремсіз дайындадым. Егер креммен қосып жесеңіз, мини торт деп айтсақ та болады. Барлықтарыңызға ас болсын.